Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен салатымызға керекті қоспаларды дайындап аламыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Бір тіс чесногымызды да үккіштен өткізіп аламыз. Жарты чай қасық тұз саламыз. Видеода көрінбей қалыпты. Келесі қасықтың ұшымен қара бұрыш қосамыз. Аздап паприка қосамыз. Қызып тұрған майымызды құйып, қолмен мұжып суын шығарамыз. Келесі қиярымызды соломка етіп турап аламыз. Піскен тауықтың төс етінде соломка етіп турап аламыз. Піскен жұмыртқамызды да соломка қылып тураймыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді тарелкамызға орналастырамыз. Бірінші тауық етін қарама қарсы жағына жұмыртқаны орналастырамыз. Одан кейін сәбізімізді қоямыз. Сәбізге қарама қарсы жағына қиярымызды саламыз. Осы төртеуін салып алғаннан кейін ортасын ашамыз, ортасына мейізімізді қоямыз. Енді дәл видеодағыдай майонезімізді жағып шығамыз үстінен. Осылай жасасаңыздар, тарелкада өрнек сияқты әдемі көрініп тұратын болады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат. Қонақ дастарханына жасайтын болсаңыздар, бірден көзге түсетін әдемі салат болатыны сөзсіз. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.